Сәлем достар, біз бүгін вупипай тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен біз шоколадты массамызды ерітіп алуымыз қажет. Ол үшін пластмасса ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды салып, оның үстіне шоколадты саламыз. Водяной баняда толықтай ерігенге дейін ұстаймыз. Лопатканың көмегімен араластырып тұрамыз. Шоколадты массамыз осылай біркелкі болып еріп шығуы тиіс. Енді осы шоколадты массамызды 1-2 минуттай суытып аламыз. Тестамызды жасаймыз. Оған ең алдымен жұмыртқаны салып, оның үстіне қантты салып аламыз. Миксердің көмегімен 2-3 есе үлкейгенге дейін көпіртіп аламыз. Жұмыртқалы массамыз осындай болып шығуы тиіс. Енді осы жұмыртқалы массамыздың үстіне ерітілген шоколадымызды құйып, миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнға разрыхлитель және де какаоны қосып, ситаның ішінде жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға ұнды ситадан өткізіп қосамыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп қосқан жөн. Сол кезде тестамы жақсы көтеріледі. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазын алып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп істеп алыңыздар. Жаңағы пергамент қағазымызға 5-6 ас қасық тестамызды құйып, тестеп жайып шығамыз. градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Корждарымыз осылай болып пісіп шықты. Енді оны жақсылап суытып аламыз. Пергамент қағазын корждар жақсылап суыған кезде бірақ алған жөн. Кремін сливки, творожный сыр және сахарный пудра үшеуін араластырып жасадым. Тортты жинаймыз. Ең алдымен бірінші коржды қойып, жақсылап пропитка жасап шығамыз. Пропитка жасамасаңыздар да болады.
Кремді осындай кондитерлік қапшыққа салып, дәл осындай насаткамен коржға жағып шығамыз. Кремді міндетті түрде видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жағып шығыңыздар. Барлық корждардан осылай жасап шығамыз. Тортымыз осындай болып шықты. Енді торттың бетіне шоколадты ертіп құятын боламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майға шоколад салып, оның үстіне сливкиді құйып, водяной баняда ертіп аламыз. Шоколадты массамыз осындай біркелкі болып шығуы тиіс. Енді сол шоколадты массамызды торттың бетіне құйып шығамыз. Шоколадты массамызды тез-тез жағып шығамыз. Тортымыз дайын, өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шыққанын жасап көріңіздер. Инстаграм парақшамды жоғарыға қалдырып кеттім, тіркеліңіздер. Менің рецептіммен жасаған тәттілеріңізді сторизге салып, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қара көз, астарыңыз дәмді болсын.